Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоғжан. Мен тағы да жоғалып кеттім, себебі мен ауырдым және қазірде біраз ауырып тұрмын. Бүгінгі видеода тағы да Wrex's Journal толтыратын боламыз. Және ойлап қалмаңыздар, менде басқа идея жоқ деп, және тағы да басқа. Менде басқа да идеялар бар, бірақ мен оларды әзірше түсіре алмаймын. Сондықтан да басқа видеолар міндетті түрде болады. Егер мен тағы да жоғалып кетпесем, ондеше видеоға көшейік. Міне менің блокнотым, және бірінші тапсырмада бұл жерге М әріптерін жина деп тұр. Яғни мен бұл жерге әртүрлі журналдардан, кітаптардан М әрпін қиып жапсыратын боламын. Және маған артқы фон ұнамай тұр, сондықтан мен мұнда ақ қағаз жапсыратын боламын. Және шығып тұрған жерлерді қайшымен қиямын. Енді қағазды көк түске бояймын. Ең алдымен қағазды бояп, одан кейін оны бетке жабыстырған дұрыс екен. Себебі менде біраз қағазым ашылып қалдым, бірақ бұл қорқынышты емес. Енді мен бұл жерге банка салатын боламын. Ал бұл банка анық көріну үшін мен оны қара ручкамен бастырамын. Мен негізі суретті қара ручкамен бастырғанды өте қатты жақсы көремін. Енді мен банканың қақпағын фломастермен бояйтын боламын. Міне мен осыншама М әріптерін қиып алдым. Енді мен оларды банканың ішінде орналастырып, оларды клеймен жабыстыратын боламын. Банканың үстіне мен үлкен М әрпін жабыстыруды шештім. Ал қасына банкасы деп жаздым. Және суреттің банканың жан жағына бетті толықтыру үшін әртүрлі кішкентай суреттер салдым. Міне не шыққанын көре аласыздар. Бұл тапсырмада бұл бетті кірмен жақ деп тұр, бірақ мен бұл бетті кірмен жаққым келмейді. Сондықтан маған бір идея келді. Бұл жерге мен свинка Пеппа мен Джорджты салатын боламын. Типа олар балшықта секіріп тұр. Білмеймін, не шығады менде, бірақ көрейік. Енді мен оларды алқызыл фломастермен бастыратын боламын. Себебі мультфильмде олар осындай алқызыл түспен бастырылып тұр. Мен кейбір жерлерді фломастермен бастырып боядым. Енді суретті толықтай бояйтын боламын. Және міне менде осындай сурет шықты. Бұл тапсырмада домалақтан басқа жерлерді боя деп тұр. Мен бұл жерге әртүрлі планеталар салатын боламын. Ал мына домалақ жер планетасы болады. Және бастайық. Енді мен планеталарды бояймын. Планеталар тепкен соң мен олардың сыртындағы қара қарындаштың іздерін өшіремін. Одан кейін мен планеталарды қара ручкамен бастырдым. Енді артқы фонды қара бояумен бояймын.
Енді не шыққанын өздеріңіз көріңіздер. Міне достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге бұл видеодағы тіпті бір идея болсын ұнады деген ойдамын. Ал егер сіздер осы блокноттар темасына байланысты немесе Brexit Journal блокнотынан байланысты тағы да видеолар қаласаңыздар, лайк басыңыздар, немесе комментарийға плюс деп жазып кетулеріңізге болады. Ендеше кездескенше сау болыңыздар.